Балалар, бүгін бізде әдебиет сабағы. Бүгін өтетін тақырыбымыз арман туралы. Арман дегеніміз не, балалар? Оны қалай түсінеміз? Арман Қадырмырза Әли, арман азамат боп мен ертем, ауылымды көгертем, біздің қалған канаға анау болмас келертем. Жерім жұмақ болады, бұлт мақта боп қонады, бір пұшпағы шөліктің ақ күрішке толады. Түрі өзгеріп түзімнің, жыры өзгеріп көзімнің, әжем менің шайшер саясында жүзімнің, бақпен бөгіп еліңді, жайна тамы шөліңді, өмір сүріп не керек, көгертпесең еліңді.